Енді мынандай нәрсе бар. Бір адамдар қоғамда жалпы біз медреседе ұстаз ретінде, мен кішкентай балалардың медресесінде де сабақ беріп көрдім. Жасөспірімдерді қазірге шейін тәрбиелеп келе жатырмыз. Кейде мынандай адамдар бар, жамағатта кісі алып келеді да, міне мына баладан қари жасау керек. Бірақ ешқайсысы ол баладан сұрамайды, сен қари болғың келе ме деген сияқты. Сосын бала енді әкесі әкеліп тұрғасын келеді ол. Сосын ішке келеді, ішке келгеннен кейін қарасаң, ол баланың қари болуға, Құран болуға ешбір құлқы да жоқ. Өйткені отбасымызда дұрыс рухани тәрбиенің дұрыс берілмеуі ғой, қысқашасы. Просто мен басымда бір нәрсе бар, мен соны баламнан көргім келіп жатыр. Сосын оған оны мәжбүрлеп тыққыштап жатырмын. Баламен жұмыс жасаған жоқпыз да, сол жасай алмағандықтан біреуге әкеп беріп жатырмыз. Ол баладан нәтиже шықпайды. Да, мүмкін ол бала енді бір жерге байлап қойып, отырғызып қойып, күнде жаттата берсең бітіреді ғой әйтеуір. Бір жылда бітіреді, 2 жылда, 3 жылда әйтеуір бітіреді. Бітіргеннен кейін сол қағазды әкесіне әкеліп береді да бүйтіп. Айтады, болды ма енді, бақытты болдың ба? Я, болды, маған тиіспеші енді. Мен мынауыңды алдым. Сенің арманың осы еді ғой. Мен көзіммен көрдім бұндай нәрселерді. Ал енді бір баладан қари көргім келді ма? Онымен отырып сөйлесіп, оған қарилық деген не, Құран деген не, Құранның хикметі не, Құран жер бетіне не үшін келген, жоқ дегенде 1 жыл, 1,5 жыл оны сусындырды анықтырсаң екен. О Құран деген нәрсенің мәнін білсе екен. Содан кейін барып қалай енді дегенде, ол балада Құранға деген махаббаты ашылып, болды әке, мен бұл Құранмен өмір сүргім келеді деген сияқты нәрсеге келген кезде алып келсе, ол Құран жаттатуға мүлде басқа мәселе. Тек қана Құран жаттатумен мәселен шешілмейді. Бұл енді өзіндік проблемалары да бар. Біздің қоғамда да бар бұл. Қари болып қылмыс жасап жүргендер де бар. Қари болып жаттап тастап кетіп, жатта ұмытып қалғандары бар қаншама. Қари болып оқып бітіріп алып жүргендері бар айтыр. Қарилық деген нәрсені тек Рамазан келген кезде ғана есін түсіп кететіндер бар. Қайталап алып тарихтарға шығып, осындайға айналдырғандар да бар. Тек қана діни біліммен шектеп, мәселенің бәрін бітірем деу, бала ертең просто қоғамда өмір сүре алмай қалады. Қоғамда қиналып қалады бала. Өйткені өмір бір орында тұрған жоқ, алға қарай дамып жатыр.